Сәлеметсіңдер ме балақайлар? Ертеде бір ешкінің 7 лағы болыпты. Оның біреуі ғана қара, ал қалғандары ақ лақтар екен. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып, ақылын айтады. Лақтарым, ешкімге есік ашпаңдар, орманда қасқырлар жүр дейді. Мен келгенде сендерге шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді деп әндетемін дейді. Осы кезде терезе сыртында қасқыр оның сөзін естіп қалады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан даусымен әндете бастайды. Лақтарым, шырақтарым, аналарың сүт әкелді, есіктеріңді ашыңдар дейді. Жоқ, дейді лақтар, сен біздің анамыз емессің, біздің анамыздың даусы жіңішке дейді. Сөйтіп лақтар алданбайды. Қасқыр саудагерге барып, бор сатып алады. Бордың бір кесегін жегенде даусы аздап жіңішкереді. Осы дауыспен ән қайтадан есікті тақылдатып ән айтады. Лақтарым, шырақтарым, аналарың сүт әкелді дейді. Лақтар тағы да сенбейді. Сен біздің анамыз емессің дейді. Осылайша қасқыр ұстаға барып өзінің тамақ жасатып алып, даусын жіңішкертіп алады. Сөйтіп, жаңа дауыспен қайтадан үйге келеді. Есікті тақылдатады. Лақтарым, шырақтарым, аналарың сүт әкелді, есіктеріңді ашыңдар дейді. Сөйтіп, лақтар анамыз келген екен деп есікті ашады. Қасқыр үйге келгенде, есікті ашып қалғанда қасқыр үйге кіріп келеді. Сөйтіп қасқыр лақтардың барлығын жеп қояды. Бірақ бір лақ пештің түбіне тығылып қалады. Сөйтіп қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне барып ұйқыға кетеді. Ұзамай ешкі үйіне оралады. Үйге келсе, есік ашық тұр. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Тек қана аман қалған, тығылып қалған лақ келіп, анашым, біздің үйге қасқыр келді, бәрімізді жеп қойды деп жылап қоя береді. Сөйтіп, ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп ұйықтап жатыр екен. Ешкі оны мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жібергенде 6 лақ шыға келеді. Бәрі де аман есен. Ешкі лақтарды көріп, қуанышында шек болмайды. Қасқыр оянбай тұрғанда ешкі оның қарнына таспен толтырып тігіп қояды. Шөлдеген қасқыр тұрып алып су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастар оны төмен тартып, қасқыр құдыққа құлап батып кетеді. Ал ешкі болса лақтарымен бірге орманда бақытты өмір сүріпті. Осымен балалар, 7 лақ ертегісі аяқталды. Назарларыңа рахмет.